Бүгінгі сабағымызда біз жақсы адамдарым, кем емессіңдер, патшадан бәрін деген әнді үйренетін боламыз. Қайырлы күн, құрметті достар. Домбыра үйрену парақшамызға қош келіпсіздер. Сіздермен бірге мен Би Төре. Достар, біз осыған дейін айтқан болатынбыз. Бізде комментарияға жазған әндердің комментарияға сіздер жазба қалдырасыздар, мынандай әнге немесе күйге видео сабақ болса екен деп. Сол кім қандай ән, күй көп жиналады, сол әндерге, күйлерге біз видео сабақ түсіретін боламыз. Сандық нотада болады барлығы, үйренуге оңай. Достар, сандық нотаның қалай болатын, қалай үйренетін білгіңіз келсе, сандық нотада мынау астындағы сілтемеде бар, және мына жерде подсказка деп тоже тұр. Бізде осы арқылы өтіп, сандық нотаның түсіндірмесін көрсеңіздер болады. Сіздерге бір керемет жаңалықпен бөлісіп өтейін. Бізде домбыра үйрену сандық нота жинақ кітабымыз бар еді. Бірінші бөлім бұл. Бізде бірінші бөлім болып қалды, өйткені бізде екінші бөлім дәл осындай кітап шығып жатыр. Оның ішінде де бізде 40-50 шақты ән күйдің нотасы болады. Барлық осындай сандық нотада. Бұдан бөлек жаңа әндер болады, ішінде күйлер болады. Соған біз предзаказ қабылдап жатырмыз. Егер де сол осы домбыра үйрену кітабының бірінші, екінші бөлімін алған адамдарға мынандай домбыраның құлағын туралайтын тюнер сыйлыққа береміз. Достар, сол үшін заказ беріп үлгеріңіздер. Мынау астындағы номерге хабарлассаңыздар, сіздерге міндетті түрде жауап беретін болады. Бүгінгі сабағымызда біз жақсы адамдарым, кем емессіңдер, патшадан бәрін деген әнді үйренетін боламыз. Әдеттегідей, мен сіздерге бірінші оны тартып көрсетемін. Достар, осы мысалға сандық жалпы күйлерде негізі ондай өзгеріс болмайды, бірақ әндерде көбінесе біздер аккордтармен, сондаймен көбінесе үйретіледі. Ал бізде барлығын теру әдісі арқылы, яғни теріп барлығын, әр нотасын, әр сөздерін, ырғағын біз мелизмдерін теріп көрсетеміз. Сандық нотаны жазғанда да дәл солай жаңағы иірімдеріне, ешқандай иірімдерін әннің бұзбай жазуға тырысамыз. Ал егер оны аккордпен тартатын болсақ, ол жерде тек тұра беруімізге болатын еді, екінші нотаны ұстап, тек ырғағын ғана ұстап. Ал біз олай емес, барлық нотасын теріп жазуға тырысамыз. Мысалға, деген жерде біз деп, мысалы, аккордпен ұстайсақ та болады. Сол сияқты бұл әнде сәл-сәл өзгерістер болады. Мысалға, мен қазір тартып атқан жеріммен, үйретіп атқан жерімде, мысалы, кейбір жерде үстің шек ашық болуы мүмкін. Ал мен тартып атқан кезде бұлай аккорд ұстап қалуы мүмкін. Онда тұрған ешқандай өзгешелік жоқ. Біз ең бастысы мынау астыңғы шекте домбыраның ырғағын бұзып алмасақ болды. Сондықтан, достар, соған мән беріңіздер. Жазып жатасыздар, өйткені көбінесе осындай тартып жатқанымен үйреткенің сай емес қой деген сияқты. Сондай әнде өзгешеліктер болып тұрады. Ал күйде ондай емес. Ол өйткені қатып қалған бір нотаға бағынады. Ал біз бұл әндердің барлығын өзіміз тыңдап, естіп, осы сандық ноталарын жазып шығамыз. Сол үшін сондай нәрселері бар. Соған мұқият болыңыздар. Ал достар, ендеше жақсы адамдарым әнін үйренуді бастаймыз. Бұл бізде жалпы 4 қатардан тұрады. Осыны барлық куплетке қайталап кете береміз осы үйренгенімізді. Кеттік. Ең бірінші бізде 7-5. Бұл жерде қағыс бізде төмен, жоғары, жоғары. Яғни үзбей 6 қағыспен ойнап отырамыз.
Ketdik. 7-5 ustaymiz. Dal osılay 6 qağız oynaymiz. Kelesi bizde 5 üstünde tura beredi. Aslında 7 8 7 7 8 7 және 5 төмен 3 3 жоғары жоғары. Келесі 5-5 төмен жоғары жоғары. Төмен және 7-5 жоғары жоғары. 5 7 жоғары 5 3 төмен және 2 0 үсті ашық жоғары жоғары. Бұл бізде бірінші қатар. Қосып көрейік осыны. Келесі бізде екінші қатарымыз 3-5 төмен жоғары жоғары 6 рет тартамыз. Келесі 3 төмен 5 жоғары және 3-5 жоғары және 2 төмен және 0-0 ашық жоғары жоғары. Келесі 2 төмен 3-5 жоғары 5-5 жоғары. Келесі 7-5 төмен және 8-5 жоғары жоғары. 7 төмен 7-5 төмен 5-5 жоғары 3-5 жоғары және 2-0 төмен жоғары жоғары. Қосайық осыны. Келесі бізде үшінші қатарымыз 5-5 3 рет төмен төмен жоғары 5 0 0. Осыны қайталаймыз. Келесі 5-5 тағы да төмен жоғары жоғары 5 төмен және 8-5 жоғары жоғары. Келесі 7 төмен 8 жоғары 7 жоғары. Келесі 5 төмен және 3-5 жоғары жоғары. Осы үшінші қатарын қосайық. Келесі төртінші қатарымыз 3-5 төмен жоғары жоғары және төмен 0-0. Қайталаймыз. Келесі 2 төмен 2 3-5 жоғары 5-5 жоғары 7 төмен 8-5 жоғары жоғары. Келесі 7-5 төмен 5-5 жоғары 3-5 жоғары және 2-0 төмен жоғары жоғары. Төртінші қатарын қосамыз. Және келесінде бізде осы үшінші төртінші қатарын қайтадан қайталаймыз. Соңысында 0-0 ашық қағыспен, яғни 6 қағыз қағамыз. Ашық. Сонымен бізде осы бір куплет бітеді. Осыны барлық келесі куплеттерге дәл осылай тартып, сөздерін ауыстырып айта береміз.